Дональд Трамп ақш президенттігіне қайта оралғаннан кейін Украина соғыста қиын жағдайға тап болды. Донбасста ресейліктер баяу болса да алға жылжуда. Украина Байден кезінде Америкадан өте үлкен көмектер алды. Майдандағы Украинаның барлық жетістіктері дәл демократ президент тұсында жиналды. Нью-Йорк Таймс арнайы зерттеу жүргізіп, ақштың Украинаның қай операцияларына қатысқанын нақтылады. Газетаның журналисі Адам Энтус Ресейге қарсы мемлекеттердегі түрлі оппозиция өкілдерімен сөйлескен. Атап айтқанда Украина, ақш, Ұлыбритания, Германия, Бельгия, Балтық елдері және Түркиядағы саясаткерлермен, барлаушылармен кездескен. Журналистің айтуынша, Германиядағы Висбаден басқару пунктінде америкалық әскерилер украиндықтармен бірге соғыс жоспарын жасап, нысаналарды анықтауда оларға көмектескен. Бұл жердегі америкалықтар мен украиндықтардың алғаш кездесуі 2022 жылдың көктемінде өткен. Киев атынан генерал-лейтенант Михаил Забродский, ал Америка жағынан 18-ші әуе десант корпусының қолбасшысы генерал Кристофер Донаху жіберілген. Нью-Йорк Таймс журналисі Еуропалық одақтың құпияланған барлау мәліметтерін пайдаланған, алайда ол ақштың Украинадағы соғысқа соншалықты байыппен қарағанына таңғалған. 2022 жылдың наурыз айына келіп Киевті басып алу операциясы тоқырауға ұшырайды. Ресей негізгі күштерін Украина шығысына бағыттауға көбірек мән береді. Америкалық әскерилер егер Украинаға көмек бермесе, Украина соғысты жалғастыра алмайды деген қорытындыға келеді. Осыдан кейін Киевке М777 гаубицаларын беру туралы шешім қабылданады. Джо Байден Украинаға Ресей әскери басшылары туралы мәліметтерді беруге тыйым салады. Атап айтқанда, штаб бастығы Герасимовтың орналасқан жері туралы ақпараттарды. Украиналық генерал Забродский америкалық әріптестерінен Ресей әскерінің позициялары жөніндегі барлау мәліметтерін қайдан алып жатқандарын сұрайды. Біз оны қалай анықтайтынымызға қызықпаңыздар, соққы бере беріңіздер, нәтижесі сіздерді қуантады. Егер нәтиже болмаса, айтыңыздар, біз одан да нақтырақ ақпарат береміз, дейді америкалық генерал Донаху украиналық әріптесіне. М777 гаубицалары қаншалықты тиімді болғанымен, олар ең көбі 24 шақырым қашықтағы нысандарды ғана ата алатын еді. Сол кезде Германиядағы штабта отырған америкалық генералдар Байден әкімшілігіне Украинаға хаймарш жүйелерін жіберуді ұсынады. Байден ұзақ уақыт бойы бұл Путинді арандатуы мүмкін деп келіспейді. Алайда ақырында Украина хаймарш жүйелерін алады. Бірақ бір шартпен, хаймарс арқылы атылатын әрбір нысанды америкалықтар алдын ала тексеріп отырады. Украинаның майдандағы алғашқы ірі жетістері Германиядағы кездесуден бұрын-ақ байқалған еді. Естеріңізде болса, соғыс басталғаннан кейін 2 ай өтпей жатып, Украина Ресейдің Қара теңіз флотының флагманы Москва крейсерін жойған болатын. Нью-Йорк Таймс журналисімен әңгіме барысында америкалық жоғары лауазымды әскери қызметкер америкалық және украиналық теңіз офицері арасындағы қарапайым бақылау мәліметтері бойынша ашық әрі шынайы диалог болғанын айтады. Америкалықтар радардан бір нысанды байқап, бұл Москва екен, дейді. Ал Украина тарапы, құдайым-ай, көп рахмет, сау болыңыздар, деп әңгімені аяқтайды. Осыдан кейін Украина жағы Москва крейсеріне соққы беріп, оны жойып жібереді. Украина крейсерге соққы беру туралы америкалықтарды тіпті алдын ала хабардар етпеген. Бұл Вашингтондағы шенеуніктердің ашуын туғызады. Америкалықтар қатты таңғалады. Біріншіден, олар Украинада мұндай алыс қашықтағы кемені ата алатын зымыран бар деп ойламаған. Сонымен қатар Байден әкімшілігі украиналықтар америкалықтардан сұрамай-ақ Ресей үшін аса символикалық маңызы бар крейсерге соққы береді деп күтпеген еді. Бұл жағдай Америка мен Ресей арасындағы қатынасты ушықтыруы мүмкін болатын. Сондай әңгімелердің бірінде генерал Сирский Ресеймен соғысып жатқан біз, сіздер емес, неге біз сіздерден әр қадамымыз үшін рұқсат сұрауымыз керек, деген екен. Соғыс басталғанына 3 ай болған кезде Ресей Киевті шабуылмен тез басып ала алмайтынын түсінеді. Содан кейін жауды баяу тыстату стратегиясына көшеді. Залужный Запорожье бағытынан Мелитопольге қарай шабуыл жасау керек деп ұсынады. Генерал бұл арқылы Қырымнан келетін ресейлік көмекті тоқтатуды көздейді. Алайда америкалықтар бұл жоспарды шынайы емес деп есептейді. Осыдан кейін америкалықтар мен украиналық әскерилер екі кезеңнен тұратын шабуыл жоспарын жасайды. Бірінші кезең бойынша Херсонды қайтару, сол арқылы Ресейдің оңтүстігіндегі әскери мүмкіндігін әлсірету көзделеді. Жоспардың екінші кезеңінде Харков бағытына қарсы шабуыл бастап, Херсондағы ресейлік күштерге 2 апта бойына артиллериялық соққылар жасап, оларды әлсірету қарастырылған еді. Бірақ Зеленский бірінші негізгі нысана Херсон болуы керек дейді. Соның салдарынан жоспар толық жүзеге аспай қалады. Ресей Херсонға көбірек күш жібергендіктен Харков бағытындағы бөлімдері әлсірейді. Осы кезде Залужный Харков бағытына шабуыл жасау қажет екенін айтады.
Сол уақытта хаймарш жүйелері өзендердегі көпірлерді жойып жатқандықтан ресейліктер Днепр бағытындағы әскерін қамтамасыз етуде қиындықтарға тап болады. Күзге қарай Байден Украинаға флот үшін теңіз дрондарын беруге тыйым салады. Алайда орталық барлау басқармасы Севастополь портына жасалған шабуылда Украинаға жасырын көмек көрсетеді. Осыдан кейін ақш барлауы Ресей ядролық соққы жасау мүмкіндігін қарастыра бастағаны туралы мәлімет алады. Бұған дейін ақш Ресейдің ядролық қару қолдану ықтималдылығын 5-10% деп бағалаған еді. Бірақ генерал Суровикиннің әңгімелері америкалық барлаушылардың қолына түскеннен кейін бұл қауіп 50%-ға дейін өседі. Ресейліктер Херсоннан шегінген кезде америкалық әскерлер Ресей күштеріне ауыр соққы беру үшін қолайлы мүмкіндік туғанын айтады. Алайда ядролық соғыс қаупі күшейіп кеткеніне алаңдаған Байден әскери басшылардан Днепрден өтіп жатқан украиналықтарды тоқтату керек дейді. Осылайша Украина Днепрдің арғы бетіне өтпейді, шабуыл тоқтатылады. 2023 жылдың басында Украина жаңа шабуыл жоспарын қарастыра бастағанда, Залужный тағы да Мелитополь бағытына соққы беруді ұсынады, бірақ америкалықтар бұл жоспардың іске асатынына тағы да сенбейді. Сол уақытта Германиядағы штабтағы америкалық өкіл ауысады. Жаңа жыл түні Украина өздері анықтаған координаттар бойынша Макеевкадағы ресейлік әскери лагерге хаймарш жүйесімен соққы жасайды. Шабуыл нәтижесінде шамамен 400-ге дейін ресейлік әскери қаза тапқаны айтылады. Осы соққыдан кейін генерал Забродский пікірінше, Германиядағы штаб Украина әскеріне көбірек еркіндік бере бастаған. Қарсы шабуыл жоспары кезінде Украина қарулы күштерінің бас қолбасшысы Залужный мен құрлық әскерінің қолбасшысы Сырский арасында келіспеушілік туындайды. Сырский Бахмут бағытында шабуыл жасау керек деп есептейді. Ал Залужный негізгі соққыны Мелитополь бағытына бағыттауды ұсынады. Сонымен қатар Украина қару-жарақ жеткіліксіз деп санап, шабуылды кеш бастайды. Ал америкалықтар керісінше қару-жарақ жеткілікті болғанын айтады. Қарсы шабуыл жоспары бойынша Украинада өткен жиналыс туралы америкалықтарға толық мәлімет берілмейді. Бірақ олар Украин күштерінің әрекеттерінен шабуылдың жоспар бойынша жүрмей жатқанын түсінеді. Польшада өткен шұғыл кездесуде Залужный Украинада 3 бағытта шабуылға шыққанын растайды. Америкалық әскерилер Украина Бахмут бағытында тым көп күшті босқа жұмсады деп есептейді. Сонымен бірге Пригожиннің Мәскеуге жорығы да Украинаға айтарлықтай пайда әкелмейді, өйткені Украин басшылығы ішінде орталық стратегия қалыптаспай қалады. Украинаның қарсы шабуылының сәтсіз аяқталуы Вашингтон мен Киев арасындағы қатынасқа әсер етпей қоймайды. Достық байланыстар сақталғанымен соғыстың басындағы сенім біртіндеп әлсірей бастайды. 2024 жылдың басында Байден әкімшілігі Украинаны сақтап қалу үшін бұрын өзі қойған көптеген қызыл сызықтарды бұзуға мәжбүр болады. Мысалы, Украинаға алыс қашықтыққа соққы жасайтын зымырандар мен Ресейдің шекаралық аймақтарына шабуыл жасауға рұқсат беру мәселесі де. Генерал Залужныйдың орнына генерал Сирскийдің келуі америкалықтарды бір жағынан тыныштандырады. Өйткені Залужный көбіне тәуелсіз әрекет ететін, қадамын болжау қиын қолбасшы болған. Нью-Йорк Таймс журналисіне сұхбат берген америкалық генералдың әзіл аралас сөзіне қарағанда, кей кездері олар Украина жоспарларынан гөрі Ресейдің жоспары туралы көбірек хабардар болған. Курск бағытына жасалған шабуыл америкалықтар үшін үлкен тосынсый болады. Бұл өзара келісімнің бұзылуына да әкеледі. Өйткені Киев бұл операцияда америкалық техниканы пайдаланған еді. Пентагон өкілдерінің айтуынша Украина Курск аумағына кірген кезде ақш өте қиын жағдайға тап болған. ақш пен Украина әскерилері 3 жыл бойы тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді. Алайда уақыт өте келе олардың қарым-қатынастары біршама салқындай бастайды. The New York Times басылымына сұхбат берген америкалық генералдың айтуынша, украиндықтар өз кеңестерін тыңдамаған және кей жоспарын жасырғанын айтады. Ал Украина әскерилері керісінше америкалықтар бізді тым шектеп отыр деп ойлаған. Тараптар Украинадағы әскерге шақыру жасы мәселесінде де жиі келіспеушіліктерге ұшыраған. Мысалы, Пентагонның бұрынғы басшысы Ллойд Остин Киевке сапарын түсіндірген кезде көшеде 20 жас шамасындағы жігіттердің еркін жүргеніне назар аударған. Остиннің пікірінше соғыс жағдайындағы мемлекетте мұндай жастағы азаматтар көшеде емес, майданда болуы керек еді. Остин ақш пен Украина әскерилері арасындағы қарым-қатынасты жоғары бағалаған. Америкалық және украиналық әскерилермен соңғы кездесуінде Остин көз жастарын ұстай алмай қалады. Ол тек былай дейді: "Қоштасарда тек рахмет айтқым келеді. Баршаңызға сәттілік, табандылық пен батылдық тілеймін. Ханымдар мен мырзалар, күресті жалғастырыңыздар."